Қайырлы күн оқушылар, менің аты жөнім Өмірзақ Нұрдәулет. Бүгін біз география пәнінен нұсқа талдау сабақтарын бастаймыз. Бүгін бізде бірінші нұсқа. Алдымен осы нұсқа талдау сабағын көрмей тұрып, менің атымнан кішігірім бір кеңес, жалпы тест талдау, тест жаттау мәселелеріне көшпей тұрып, алдымен жалпы география бойынша біраз тақырыптарды меңгеріп алғандарыңыз дұрыс. Оған арналған біздің толыққанды видео сабақтарымыз бар. Сол видео сабақтардың кем дегенде бір 20-30% меңгеріп алғаннан кейін, география пәні туралы белгілі бір түсінік қалыптасқаннан кейін барып, тест талдағандарыңыз, осындай видеоларды қарағандарыңыз сіздерге көбірек пайдасын тигізеді. Бұл енді кішігірім ұсыныс, оны орындасаңыздар да, орындамасаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Видео сабақтар осы жерде жоғарыда шығып тұратын болады. Егер білмеген оқушылар болса, қарап шықсаңыздар болады. Барлығы тегін. Енді кеттік, бастайық. Алдымен каналға тіркеліп, осы видеоға лайк басып, колокольчик басып, барлығын жасап қойыңыздар. Алдағы уақытта осындай контент көбірек түсірілу үшін. Бұл нұсқа талдау сабағының бір ерекшелігі, бұл жерде сіздер тек қана тыңдап отырмайсыздар, сонымен қатар практикалық жұмыс та бар, сіздер жасауларыңыз қажет. Сол үшін қазір видеоны паузаға қойып, алдарыңызға ручка, парақ дәптерлеріңізді алып дайындалып алыңыздар. Сіздер қазір менімен бірге тест талдайтын боласыздар және белгілеп отыратын боласыздар. Бір нұсқа, сіздер барлықтарыңыз білесіздер, ол 40 сұрақтан тұрады. Мен әрбір сұрақты талдап біткеннен кейін, сол тақырыпқа ұқсас бір сұрақты өздеріңізге көрсететін болам. Сіздер өздеріңіз оны белгілеп отырасыздар. Және соңында, сабақтың соңында мен сол сіздердің тапсырып шыққан нұсқаларыңыздың дұрыс жауаптарын көрсетем. Сонымен өздеріңізді тексеріп, қанша балл жинағандарыңызды анықтайтын боласыздар. Енді кеттік. Дайын болсақ, ручка парақтарыңызды алып алсаңыздар, бүгінгі сабағымызды бастайық. Бірінші сұрақ – мантия қабатының қалыңдығы. Бұл бізде литосфера бөлімінің сұрағы. Жалпы мантияның, ядроның, жер қыртысының қалыңдықтарын білу үшін біз жалпы жердің ішкі құрылысын білуіміз керек. Ішкі құрылысы 3 бөліктен тұрады. Ядроның радиусы 3500 км, мантияның қалыңдығы 2900 км, ал сыртқы жер қыртысы деген қабаттың қалыңдығы 35-40 км. Үшеуінің қалыңдығын қосатын болсақ, бізде жердің радиусы шығады. Орташа ол 6371 км. Енді осы жерден бізден мантияның қалыңдығы, бұл әрине А варианты 2900 км. Енді осыған ұқсас сіздердің өздеріңіз белгілейтін сұрақ. Видеоны паузаға қойып, мынаны белгілеп алыңыздар. 1А, 1С деген секілді. Одан кейін соңында өздеріңіз тексересіздер. Кеттік, екінші сұрақ. Тынық мұхитын ашқан саяхатшы. Тынық мұхиты жалпы адамзатқа ежелгі кезеңдерден бері белгілі емес. Ол бізде 16 ғасырда Магелланның саяхатының кезінде адамзатқа белгілі болды. Магелланның саяхаты бұл дүние жүзін айналып жүзіп өту саяхаты. Оның жүріп өткен жолдары мына картада берілген. Ол бізде мына Пиреней түбегінен жолға шығып, оңтүстік Америка материгінің жағасымен өтіп, алғаш рет осы материктің оңтүстігіндегі бұғаздан осы белгісіз мұхитқа шықты, яғни Тынық мұхитына. Ол бұғаз, мына оңтүстік Американың оңтүстік бөлігіндегі бұғаз, осы Магеллан деген ғалымның атына, соның құрметіне аталған Магеллан бұғазы деп аталады. Соның арқасында ол міне бұғаз ашты және жаңа мұхитты ашты. Үшіншіден ол жердің шар тәрізді екендігін дәлелдеді, толық айналып шықты. Және мұхиттардың бір тұтас екендігін дәлелдеді. Міне осы нәрсенің барлығы Магеллан саяхатының география ғылымына қосқан нәтижелері, олардың барлығы ОБД-да келеді. Барлығын білулеріңіз қажет. Так, бізде дұрыс жауап Фернандо Магеллан. Дұрыс жауап В. Енді осыған ұқсас сіздердің өздеріңізге бір сұрақ. Видеоны паузаға қойып белгілеп қойыңыздар. Кеттік, ары қарай жалғастырайық. Үшінші сұрақ. Сомали түбегі мен Арабия түбегі бір-бірімен бөліп тұратын шығанақ. Екі түбекті бөліп тұратын шығанақ. Енді ситуацияны толық түсіну үшін сол территорияның, сол аймақтың кішігірім картасын қойып қойдым. Сомали түбегі мен Арабия түбегін бірінші тауып алайық. Сомали түбегі Африканың шығыс бөлігінде. Мынау формасы мүйізге ұқсап тұр. Осы бізде Сомали түбегі. Ал Арабия түбегі Евразияның оңтүстік батыс бөлігінде, дүние жүзіндегі ең үлкен түбек. Енді бұл екі түбектің арасында әрине мына жерде көріп тұрсыздар, Аден шығанағы орналасқан. Бізден именно шығанақты сұрап тұр. Сол үшін бізде дұрыс жауап С болады. Ал егер дәл осы сұрақта Сомали түбегі мен Арабия түбегінің арасындағы бұғаз деген сұрақ келген кезде, онда сіздер Баб-эль-Мандеб бұғазын белгілейтін едіңіздер. Неге? Өйткені Баб-эль-Мандеб бұғазы да осы төңіректе, міне қоршап қойдым. Арабия түбегі мен Сомали түбегін бөліп тұр.
және Қызыл теңіз бен Аден шығанағын бір-бірімен байланыстырып тұр. Мына жерде аты жазылмаған, мына жерде бояп қойдым. Баб-эль-Мандеб бұғазының орналасқан жері. Бірақ бізден бұғаз сұраған жоқ, сол үшін Аден шығанағын белгілейміз. Келесі, Парсы шығанағы. Бұл бізде Арабия түбегінің солтүстік шығыс бөлігінде. Мына жерде мен қоршап қойдым. Және ең соңғы Сидра шығанағы, бұл Африканың солтүстік бөлігінде, Жерорта теңізінің бір бөлігі. Оны да қоршап қойдым. Енді осыған ұқсас, осы жердегі ақпараттарды пайдалана отырып, мына сұраққа өздеріңіз жауап беріп көріңіздер. Видеоны паузаға қойып. Келесі, 4-ші сұрақ. Алматы қаласындағы ауа температурасының жылдық амплитудасы. Бірінші, жылдық амплитуда деген не? Амплитуда деген бұл ең жоғарғы көрсеткіш пен ең төменгі көрсеткіштің айырмасы, яғни температураның ауытқу деңгейі. Жыл ішіндегі температураның ауытқуын, яғни амплитудасын есептеу үшін, мына 12 айдың әр қайсысының көрсеткіштері берілген, орташа температуралары. Соның ішінен ең жоғарғы көрсеткішті тауып аламыз, және ең төменгісін тауып аламыз. Ең жоғарғы көрсеткіш ол көбінесе 7-ші айға тиесілі, шілде айына, плюс 22 градус. Ал ең төменгі көрсеткіш бұл қаңтар айына тиесілі болады, минус 8 градус. Ең жоғары плюс 22, ал ең төменгі минус 8, яғни плюс 22-ден азайтамыз минус 8-ді, сол кезде екеуінің айырмашылығы 30 градусқа тең. Бізде дұрыс жауап В. Температура 30 градус арасында ауытқыған, плюс 22 мен минус 8-дің арасында. Амплитуда осылай есептеледі. Енді осыны қолдана отырып, мына есепті өздеріңіз шығарып көріңіздер. Бұл жерде жыл ішіндегі емес, тәулік ішіндегі амплитуданы есептеу керек, бірақ есептелу жүйесі дәл сондай. Басқа ешқандай жаңа нәрсе қолданбаймыз, дәл сол системамен есептеңіздер, сөйтіп қанша шыққанын белгілеп қойыңыздар. Келесі 5-ші сұрақ, украин тілі кіретін тіл тобы. Жалпы әлеуметтік география тарауында сіздер дүниежүзіндегі халықтың сөйлейтін тіл топтарымен, олардың ұстанатын діндерімен танысасыздар. Дүниежүзінде жалпы 6000-ға жуық тіл бар. Олар бізде 20 тіл семьясына бөлінеді. Әр тіл семьясы өз ішінде бірнеше тіл топтарына бөлінеді. Қай тіл тобына қандай тілдер жатады, оның бірнеше үлкен кестелері бар. ОБТ-да олардың барлығы келеді, оның бәрін жатқа білу керек. Мына жерде соның ішіндегі дүниежүзінде ең көп таралған бұл үнді еуропалық тіл семьясы, соның жіктелу кестесін көрсетіп қойдым. Өте көп келеді ОБТ-да. Үнді еуропалық тіл семьясы міне герман, славян, роман, кельт, балтық секілді көптеген тіл топтарына бөлінеді. Әр қайсысына қандай тілдер жататынын барлығы мына жерде жазылған. Осының бәрін жатқа бөлулеріңіз қажет. Бізден сұрап тұрған украин тілі бұл үнді еуропалық тіл семьясының славян тіл тобына жатады екен. Дұрыс жауап бізде Д. Енді мына кестеге бір мән беріп жеріңіздер, сөйтіп мына сұраққа өздеріңіз жауап беріңіздер енді. Испан, португал тілдері кіретін тіл тобы. Қайырлы күн, барлықтарыңыз білетіндей, қаңтар ОБТ-ға өте аз уақыт қалды. Сол үшін барлықтарыңызға өзімнің платформамды таныстырғым келіп тұр. Сіздер осы GeoEdu.kz платформасында география пәнінен 3000-нан астам тест базасымен жұмыс жасай аласыздар. Бұл дайындық үшін өте маңызды инструменттердің бірі. Осы жерде мына пәндік тесттен география пәнін таңдап тапсыру арқылы, мына жерде сіздерге әр тапсырған кезде жаңа нұсқа алдарыңызға құрастырылып шығып отыратын болады. Осы жерден жауаптарын белгілеп, тест аяқтаған кезде сіздердің қанша балл жинағандарыңыз, қай сұрақтың жауабы дұрыс болды, қайсысы қате болды, оның дұрыс жауабы қандай еді деген секілді ақпараттардың барлығы қолжетімді. Осы арқылы сіздер өздеріңіздің дайындықтарыңызды күшейте аласыздар. Егер тек қана география емес, толыққанды 5 пәннен де пробный тест керек болатын болса, ол нәрседе біздің платформада қамтылған. Мына жерде тест нұсқалары деген бөлімде кәдімгі толыққанды кез келген таңдау пәндері бойынша пробный тест тапсыра аласыздар. Кәдімгі 140 балдық жүйе бойынша 30 дайын нұсқамыз бар. Кез келген нұсқасын таңдап, өз таңдау пәндеріңізбен, мысалға геомат болсын, биохим болсын, өздеріңіздің пәндеріңіз таңдап, аты жөндеріңіз жазып тапсыра аласыздар. Бұл жерде барлығы осы УТО-ның ең соңғы стандарттарына сәйкес, сұрақ саны бойынша да, тесттің форматы бойынша да, сәйкестендіру тапсырмалары, көп жауапты тапсырмалар, барлығы УТО-ның стиліне сәйкес келеді. Даже мынау Менделеев кестесі, калькуляторға дейін барлығы тура ұлттық тестілеу орталығының сайтындағы секілді жасалынған. Яғни, кәдімгі шынайы тесттің имитациясы, бұл дайындық барысында өте маңызды.
осылайша мына аяқтаған кезде сіздердің жалпы қанша балл жинағандарыңыз, қай пәннен қанша жинадыңыздар, қайсысы дұрыс болды, қате болды, толыққанды қатемен жұмыс жасай аласыздар. Одан бөлек тағы да қосымша бір нәрсе, бұл география пәні бойынша тақырыптық тесттер, яғни толыққанды нұсқа тесттерден бөлек әрбір тақырып бойынша жекелеген сұрақтарды мен арнайы нұсқаларға жинақтап енгізу үстіндемін. Осы тест апталықтың ішінен сіздер география пәні бойынша кез келген тақырып бойынша тестті тапсыра аласыздар. Бұл да сіздердің белгілі бір проблемный тақырыптармен жұмыс жасау кезінде сіздерге көмектесетін өте жақсы құралдардың бірі. Бұл тесттер сонымен қатар тек қана оқушылардың ұбт-ға дайындалу процесіне ғана емес, сонымен қатар мұғалімдердің де, егер география пәнінен мұғалім болсаңыз, онда сіздің ОЗП деген секілді емтихандарға дайындалу кезіңізде өте пайдалы, өйткені ол сұрақтар да тура ұбт-ның стиліне өте ұқсас. Сол үшін ол экзаменге дайындық барысында да бұл жарай береді. Егер платформаға доступ алғыларыңыз келсе, толығырақ ақпарат білгілеріңіз келсе, осы видеоның описаниясында WhatsApp нөмір қалдырып қоямын, ссылканы. Сол сілтеме бойынша өтіп, толық ақпарат біле аласыздар. Келесі сұрақ. 6-шы, дүние жүзіндегі ең көп турист қабылдаушы ел 2016 жылғы ақпарат бойынша. 8-ші класста экономикалық география бөліміндегі мәліметтер. Оның кестесін мына жерге қойып қойдым. 2016 жылғы мәліметтер бойынша дүние жүзіндегі ең көп турист қабылдайтын алғашқы 5 мемлекет. Бірінші орында әрине бізде Франция мемлекеті тұр екен. 82,6 миллион турист қабылдаған бір жылдың ішінде. Бірінші орында. Енді осы кестедегі мәліметтерге сүйеніп, мына сұраққа өздеріңіз жауап беріп жеріңіздер. Сіздерге арналған сұрақ. Келесі, саяси картадағы сандық өзгеріс. Жалпы саяси картада өзгерістердің екі түрі бар. Ол сандық және сапалық. Сандық өзгеріс дегеніміз бұл картаға қараған кезде визуалды түрде бірден байқалатын өзгерістер. Оған қандай өзгерістер жатады? Оған территорияның өзгеруі жатады. Мысалға, бір мемлекеттің үлкеюі, немесе өзінің жерінен айырылып кішірейіп қалуы, екі елдің бірігуі, немесе бір мемлекеттің бөлініп кетуі 5-6 мемлекетке, 2 мемлекетке деген секілді. Осындай өзгерістердің барлығы, мен айтып жатқан өзгерістің барлығы картаға қараған кезде ол бірден білінеді. Мысалға, бүгін саяси картада бір мемлекет, ертең ол мемлекет 3-ке бөлініп кетсе, оны біз картадан сразу байқаймыз. Осындай өзгерістің барлығын сандық өзгерістер деп атайды. Ал сапалық өзгерістер дегеніміз бұл картада визуалды түрде білінбейтін өзгерістер. Мысалға, бір мемлекет өзінің астанасын өзгертті. Саяси картаға қараған кезде ол бізге бірден білінбейді. Визуалды түрде ешқандай өзгеріс жоқ. Елдің мысалға басқару формасының өзгеруі, немесе әкімшілік аумақтық құрылысының өзгеруі, мемлекеттің атының өзгеруі, осы секілді өзгерістердің барлығы визуалды түрде білінбейтін өзгерістер сапалық өзгерістер деп аталады. Енді мына жерде бізде сандық өзгеріс сұрап тұр екен. Дұрыс жауап бұл жерде әрине С болады. 91 жылы КСРО-ның ыдырауы, яғни бір мемлекеттің бірнеше тәуелсіз мемлекеттерге бөлініп кетуі. Бұл бізде сандық өзгеріс. Қалғандары мынау Камбоджаның монархияға ауысуы, яғни басқару формасын өзгертуі, Бирма елінің өзінің атын өзгертуі, Мьянма қылып, 91 жылы Нигерияның астанасының ауысуы, бұның барлығы сапалық өзгерістер. Міне тестте сұрақ келген кезде осылай ажыратасыздар сандық сапалық өзгерістерді. Олардың тізімі бар, өте көптеген оқиғалар жер бетіндегі, оны жатқа білулеріңіз қажет. Енді осы мәліметтерге сүйеніп, мына сұраққа өздеріңіз жауап беріп көріңіздер. Енді сапалық өзгерісті тауып көріңіздер төртеуінің арасынан. Келесі 8-ші сұрақ. Қазақстанның ең лайлы өзені. Лайлы өзен дегеніміз бұл суының құрамында қатты заттардың мөлшері көп өзенді лайлы өзен деп атаймыз. Статистикалық мәліметтер бойынша бізде ең лайлы өзен Сырдария. Дұрыс жауап В. Мына жерде енді 4 өзенге қысқаша анықтама беріп кетейік. Сырдария өзені бұл Тянь-Шань тауларынан бастау алып, Арал теңізіне құятын өзен. Іле өзені бұл бізде ол да Тянь-Шань тауларынан Қытай жерінен бастау алады, сөйтіп Қазақстан жеріндегі Балқаш көліне құятын өзен. 3-ші Ертіс бұл бізде Алтай тауларынан бастау алады, Қытай жерінен, сөйтіп солтүстікке қарай ағады, Қазақстан жерінен ағып өтеді. Солтүстік мұзды мұхит алабына жататын өзен. Және соңғы Жайық өзені бұл Орал тауларынан бастау алып, Каспий көліне келіп құяды Қазақстан жерінде. Қысқаша сипаттама әр өзен туралы. Енді осы естіген мәліметтеріңізге сүйеніп, мына сұраққа жауап беріңіздер.
Ары қарай кеттік. 9-шы сұрақ. Қазақстанмен шекара ұзындығы 2000 километрден асатын ел. Қазақстан құрлық арқылы 5 мемлекетпен шектеседі. Оны бұрыннан бері білесіздер, бірнеше рет естіген шығарсыздар. Әрбір мемлекетпен арадағы шекараның ұзындығы қанша екені мына диаграммада берілген. Ең ұзын шекарамыз әрине Ресеймен арада 7591 километр. Одан кейін Өзбекстанмен арадағы шекара 2354. Одан кейін үшінші Қытаймен 1782. Төртінші бізде Қырғызстанмен 1241. Және ең кішкентай шекарамыз, қысқа шекарамыз Түркменстанмен арада 426 километрді құрайды. Бізден 2000 километрден шекарамыз асатын мемлекетті сұрап тұр, ол бізде екеу. Ресей мен Өзбекстан. Мына жерде Ресей жоқ, сол үшін Өзбекстанды белгілейміз. Дұрыс жауап А. Енді осы ақпараттарға сүйеніп, мына сұраққа жауап беріп көріңіздер. Келесі, 10-шы сұрақ. Төмендегі суретте көрсетілген салыстыру әдісінің түрі. Жалпы салыстыру әдісінің негізгі екі түрі бар. Ол бізде синхронды және диахронды. Ол екеуін қалай ажыратамыз? Бірінші синхрондыдан бастайық. Синхронды деген, егер бір уақыттағы бірнеше нысандардың көрсеткіштерін бір-бірімен салыстырсақ, онда оны синхронды салыстыру деп атайды. Мысалға, 2025 жылғы Қазақстанның әр қаласының халық санын бір-бірімен салыстыратын болсақ, барлығының 2025 жылғы бір уақыттағы көрсеткіштерін, халық санын бір-бірімен салыстырсақ, бұны біз синхронды салыстыру деп атаймыз. Ал егер бір облыстың немесе бір қаланың, мысалға Қарағанды облысының 2020 жылғы 21, 22, 23 жылдардағы халық санының көрсеткіштерін бір-бірімен салыстыратын болсақ, оны диахронды салыстыру деп атайды. Яғни бір объектінің әр түрлі уақыттағы көрсеткіштерін бір-бірімен салыстыру. Ол диахронды. Енді мына диаграммаға мән берейік. Бұл жерде бізде 2017 жылғы дүние жүзіндегі алғашқы жалпы ішкі өнім көлемі ең жоғары 10 мемлекеттің көрсеткіштері берілген. Бұл бізде әрине синхронды салыстыру. Яғни бір уақыттағы 10 мемлекеттің жалпы ішкі өнім көрсеткіштерін бір-бірімен салыстырған. Дұрыс жауап С. Енді мына сұраққа өздеріңіз жауап беріп көріңіздер. Мына жерде бізде бір сурет берілген, кесте ақпараттар. Бұл жерде салыстырудың қай әдісі қолданылған? Ажырату өте оңай, жеңіл сұрақ. Келесі ары қарай жалғастырайық. 11-ші сұрақ. Картаның масштабы 1 бөлінген 3 миллион. Егер карта бетінде екі қаланың арақашықтығы 4 см болса, осы екі қаланың жер бетіндегі арақашықтығын есептеңіз. Алдымен масштаб деген не екенін түсініп алайық. Масштаб дегеніміз бұл картаның қанша есе кішірейтіліп жасалынғанын көрсететін сан. Мысалға, масштаб 1 бөлінген 3 миллион десе, демек біздің карта 3 миллион есе кішірейтіліп жасалынған. 3 миллион есе кішірейткен кезде картаның бетіндегі екі нүктенің арасы, екі қаланың арасы, мысалға А және В қаласының арасы 4 сантиметр ғана болып қалған екен. 3 миллион есе кішірейткен кезде. Енді бізден сұрап тұр, осы екі қаланың жер бетіндегі арақашықтығы қанша? Яғни 3 миллион есе кішіремей тұрып ол қанша болған еді? Табу өте оңай, әрине 4 сантиметрді көбейте саламыз 3 миллионға. Өйткені жер бетіндегі арақашықтығы карта бетіндегі арақашықтықтан 3 миллион есе үлкен. Көбейттік 3 миллионға тең болады 12 миллион сантиметр. Бұл жер бетіндегі арақашықтық. Енді жер бетінде екі қаланың арақашықтығын айтқан кезде біз сантиметрмен айтпаймыз оны әрине. Оны километрге айналдыруымыз керек. 12 миллион сантиметрді километрге айналдыру үшін соңындағы 5 нөлін алып тастаймыз. Сол кезде бұл бізге тең болады 120 километрге. Дұрыс жауап В болады. Неге 5 нөл алып тастадық? Өйткені 1 километрде бізде 1000 метр бар, ал әр метрде 100 сантиметр бар. Демек, 1 километрде 100 000 сантиметр бар. Сол үшін 5 нөлін алып тастаймыз. Обратно айналдыру үшін. Енді масштабты жалпы үйрендік, түсіндік не екенін, қалай есептелетінін. Енді өздеріңіз мына есепті шығарып көріңіздер. Видеоны паузаға қойып, асықпай шығарып алыңыздар, одан кейін жалғастырасыздар. Кеттік, келесі сұрақ. Экологиялық шиеленіс бойынша апатты деңгейдегі аймақ. Бұл бізде 10-шы сыныптың геоэкология бөлімінде Қазақстанның экологиялық шиеленіс деңгейі бойынша 5 түрлі ауданға бөлген, 5 түрлі деңгейге.
Оның бізде кестесі бар, өте көп жаттайтын ақпарат. Өкінішке орай барлығын жатқа білуіңіз керек. ОБТ-да көп келетін сұрақ. Апатты деңгейдегі аймақтар дейді. Міне кестеде бірінші жазылып тұр. Оған бізде Арал теңізінің қазіргі бұрынғы акваториясы, Кенді Алтайдың өндірістік ареалы, Семей ядролық полигоны және Каспийдің солтүстік шығыс жағалауы. Бізге берілген варианттардың ішінде Кенді Алтайдың өндірістік ареалы бар екен, апатты деңгейге жататын. Дұрыс жауап А. Енді осы кестедегі мәліметтерге қарап, мына сұраққа өздеріңіз жауап беріп көріңіздер. Кеттік әрмен қарай. 13-ші сұрақ. Дамыған елдердегі шаруашылықтың аумақтық құрылымы бойынша жоғары дамыған аудан. Дамыған мемлекеттерде экономикалық аудандардың 4 түрі болады. Ол бізде жоғары дамыған аудандар, ескі өнеркәсіптік аудандар, артта қалған аудандар және жаңадан игеріліп келе жатқан аудандар. Жоғары дамыған аудандарға көбінесе сол мемлекеттің астаналары жатады. Көбінесе, мысалға, ол Ұлыбританиядағы Лондон, ол Франциядағы Париж, немесе Астана болмаған жағдайда басқа да мемлекеттердің кейбір аймақтары, экономикасы ерекше қатты дамып кеткен жерлері жатады. Соларға жататын аудандардың бірі бұл Нидерландтағы Рандстад, жоғары дамыған ауданға жатады. Және одан бөлек Италиядағы Милан, Турин, Генуя секілді аудандар жатады. Енді олармен толығырақ біз 15-ші тарау, видео сабақтарда 15-ші тарауда геоэкономика бөлімінде осыған арналған сабақтар бар, дамыған елдер туралы. Сол жақтан толығырақ біле аласыздар. Енді осы ақпараттарға сүйеніп, мына сұраққа өздеріңіз жауап беріп көріңіздер. Келесі. Католиктер мен протестанттар арасында жекшелік оқиғалары байқалатын мемлекеттер. Католиктер мен протестанттар деген бұл христиан дінінің екі тармағы. Сол екі тармағын ұстанатын адамдардың арасында қақтығыстар, келіспеушіліктер болып тұратын мемлекеттерді сұрап жатыр. Оларға қатысты бізде жаттайтын ақпараттар бар. Дүние жүзінде жалпы діни, мәдени ерекшеліктері бойынша осындай жекшелді қақтығыстар болып тұратын аймақтар өте көп. Солардың кейбіреулері мына жерде жазылған. Католиктер мен протестанттар арасында болса, ол Квебек және Солтүстік Ирландия мемлекеттерінде жиі байқалады. Дұрыс жауабы А. Қалғандарын да біліп жүріңіздер. Ислам мен православия арасындағы жекшелдік қай жерде байқалады, немесе ислам мен индуизм арасындағы, олар да ОБТ-да келеді. Сөйтіп осын жаттап болғаннан кейін мына сұраққа өздеріңіз жауап беріп көріңіздер. Бағана алдыңғы слайдтағы ақпаратқа сүйеніп. Келесі. Халық саны 100 миллионнан асатын елдер саны 2018 жылғы мәлімет бойынша. 100 миллионнан асатын мемлекет саны бізде 13. Олардың тізімі мына жерде берілген. Халық саны ең көп 13 мемлекет. Бұларды жатқа бөлулеріңіз қажет. Және жанында халық саны ең аз 13 мемлекет берілген. Ең аз мемлекет міне Ватикан, халық саны 1000 адамды ғана құрайды. Мына 13 мемлекет көп келеді ОБТ-да. Енді осы ақпаратқа сүйеніп, мына сұраққа жауап беріп көріңіздер өздеріңіз. Халық саны 100 миллионнан асатын Латын Америкасының елі. Келесі, жерді қашықтықтан барлауды жүзеге асыратын ақш-тың ірі жерсерігі. Жалпы бүкіл жерсеріктердің негізгі жұмысы жерді айналып суретке түсіріп жіберу. Және сол снимоктарды жер бетіндегі адамдарға жіберіп отыру. Жерді айналып ұшатын спутниктер өте көп. Олар көбінесе әлемнің мықты дамыған мемлекеттеріне тиесілі. Ішіндегі ең ірі, ең танымалдары мына жерде тізімі берілген олардың. Мына жерде және мына суретте. Осыларды жатқа бөлулеріңіз қажет. ақш-тың ірі жерсерігі болса, бұл әрине Landsat болады. Landsat бұл жер бетінің ең алғашқы толыққанды сапалы снимогын жасаған ең бірінші спутник 1978 жылы. Әлі күнге дейін Landsat спутнигі жалпы Landsat 7, 8 ол уже обновленный болып кейін тағы да ұшырылып отырады бірнеше жылдардан кейін. Ол әлі күнге дейін жұмыс істейді және көптеген проблемаларды шешіп беріп жатыр география бойынша. Енді мына ақпараттарды жаттап болғаннан кейін осы сұраққа өздеріңіз жауап беріңіздер. Келесі. Қазақстанның оңтүстік шығыс бөліктерінде байқалатын ғаламдық мәселе. Жалпы Қазақстан аумағында 3 ғаламдық мәселе байқалады. Бұл бізде Арал теңізінің тартылуы, тау мұздықтарының еруі және шөлейттену үдерісі. Енді Арал теңізінің тартылуы ол қай жақта екенін білесіздер. Арал көлі Қазақстанның оңтүстік батыс бөлігінде. Шөлейттену үдерісі бұл Қазақстанның бүкіл аймағына тән.
Оңтүстік орталық аймақтарымыз, әсіресе оңтүстік аймақтарымыз бұрыннан бері шөл, ал шөлейттену бағыты жалпы солтүстікке қарай жылжып бара жатыр бізде. Ал бізден сұрап тұр, Қазақстанның оңтүстік шығыс және шығыс бөліктерінде байқалатын ғаламдық мәселе. Бұл әрине тау мұздықтарының еруі. Неге? Өйткені Қазақстанның оңтүстік шығыс бөліктерін биік таулар құрайды. Қазақстандағы тау мұздықтарының барлығы сол өңірлерде орналасқан, және олардың саны соңғы жылдары барған сайын азаю үстінде. Ең қатты мұздықтардың азаю процесі байқалып жатқан таулар ол Жетісу алатауы және Іле алатауы. Мына жерде бұл тау мұздықтарының еруі. Енді осы естіген мәліметтеріңізді еске түсіріп, мына сұраққа жауап беріңіздер өздеріңіз. Келесі, суретте А әріпімен берілген радиация түрі. Жалпы күннен келетін радиацияның екі түрі бар, тура және шашыранды. Егер аспан ашық болатын болса, күннен келетін сәуле, яғни радиация жерге ешқандай кедергісіз келеді. Мына В әріпімен берілген суреттегі сияқты. Бұл бізде тура радиация деп аталады. Ешқандай кедергісіз келіп тұр, аспан ашық. Ал егер аспан бұлтты болып тұратын болса, ол кезде күннен келетін радиацияның біраз бөлігі бұлттардан шағылсады, жерге аз бөлігі ғана келеді. Бұндай радиацияны шашыранды радиация деп атайды. А әріпімен берілген бұл бізде шашыранды радиация. Енді мына сұраққа өздеріңіз жауап беріп көріңіздер. В әріпімен берілген радиация. Уже айтып қойдық жауабын. Енді тағы да бір қосымша айтып беретін нәрсе, тура және шашыранды радиациялардың қосындысы жиынтық радиация деп аталады. Бұл дегеніміз белгілі бір жерге бір жыл бойы күннен келетін радиация мөлшері. Неге бір жыл бойы? Өйткені бір жыл ішінде аспан ашық күндерде болады, аспан бұлтты күндерде болады. Барлық бір жыл бойы күннен келетін радиацияны қосқан кезде, тура және шашыранды радиацияны қосқанда, жиынтық радиация мөлшері белгілі болады. Келесі, суретте 3 санмен берілген физиографиялық аудан. Қазақстан жалпы 9 ірі физиографиялық ауданға бөлінеді. Картада ол міне сандармен берілген. Оларды білуіміз керек. Бір санмен берілген, бұл бізде мына жерге шетіне ерінбей тізімін жазып шықсақ болады. Бір бізде шығыс Европа жазығы. 2 санмен берілген, бұл бізде солтүстік қазақ жазығы. Немесе батыс Сібір ойпаты деп те аталады ол. Солтүстік қазақ жазығы деген біз өзіміз қойып алғанбыз ол атты. 3 санмен берілген, бұл бізде Тұран жазығы. Бізден осыны сұрап тұр айтпақшы. Сұрақта белгілеп қояқ, бұл бізде С варианты. Келесі, 4 санмен берілген, бұл бізде Мұғалжар, немесе Орал. 5 санмен берілген, бұл әрине Сарыарқа, Қазақстанның орталығындағы аласа таулар. 6 санмен берілген, бұл Қазақстанның қиыр шығыс бөлігіндегі Алтай таулары. 7 санмен берілген, сол Алтайдың оңтүстігіндегі Жетісу алатауы. Сауыр Тарбағатай, шатасып кетіппін. Алтайдың оңтүстігінде Сауыр Тарбағатай. 8 санмен берілген, Сауыр Тарбағатайдың оңтүстігінде Жетісу алатауы. Және 9 Қазақстанның оңтүстік шығыс бөліктерін қамтитын, бұл әрине Тянь-Шань, Қазақстанның ірі биік таулары. Осылардың барлығын жатқа бөлулеріңіз қажет, суретімен, кестесімен. Енді мына сұраққа өздеріңіз жауап беріңіздер. 7 санмен берілген физиографиялық аудан. Келесі сұрақ, картада қызыл түспен боялған мемлекеттерге ортақ ерекшелік. Картада қызыл түспен бізде Австралия, Жаңа Зеландия және Скандинавия түбегінің елдері берілген. Норвегия, Швеция секілді. Енді осы 4 мемлекетке ортақ бір ерекшелікті анықтап көрейік. Мына жерде 4 вариант берілген. Біріншісі мемлекеттік тілі ағылшын тілі дейді. Австралия мен Жаңа Зеландияның мемлекеттік тілі ағылшын тілі, бірақ Норвегия мен Швецияға бұл нәрсенің қатысы жоқ. Сол үшін А варианты дұрыс емес. В. Халқының басым бөлігі христиан дінінің православия тармағын ұстанады дейді. Бұл 4 мемлекеттің ешқайсысында негізгі дін тармағы православия емес, сол үшін толық қате. Бұлар көбінесе католиктік және протестанттық тармақты ұстанады христиан дінінің. С варианты экономикалық дамудың әлеуметтік бағдарланған моделін ұстанады дейді. Осы бізде дұрыс жауап. Енді осыны талқылайық, жалпы әлеуметтік бағдарланған модель дегеніміз не?
Дамыған мемлекеттердің әрқайсысының даму жолдары әртүрлі, экономикада қолданатын әдістері әртүрлі. Мына 4 мемлекетке ортақ бір ерекшелік, бұлардың барлығы әлеуметтік бағдарланған модель санады. Ол модельдің ерекшеліктері қандай? Мемлекет өзінің негізгі жұмысы ретінде, басты мақсат ретінде, мемлекет халқының өмір сүру сапасын арттыруды негізгі мақсат ретінде алып отыр, және мемлекет бүкіл түсіп атқан табыстың барлығын, бүкіл мемлекетте қабылданатын шешімнің барлығын халықтың өмір сүру сапасын арттыруға бағыттайды. Олардың жалақы мөлшерін арттыруға, зейнетақысын арттыруға, әлеуметтік көмектердің мөлшерін арттыруға, яғни барлық нәрсе, жағдайлары өте керемет. Сол үшін осы мемлекеттер, Норвегия, Швеция, Австралия секілді мемлекеттер, адам даму индексі деген секілді әртүрлі халықтың өмір сүру деңгейін көрсететін көрсеткіштерде үнемі алдыңғы орындарда тұрады осы елдер. Өйткені ұстанатын әдістері сондай, ұстанатын экономикалық модельдері сондай. Дұрыс жауабы С. Д варианттары дұрыс емес, Ұлыбританияның бұрынғы отарлары деген. Неге? Өйткені Австралия мен Жаңа Зеландия Ұлыбританияның бұрынғы отарлары, бірақ Норвегия мен Швеция ешқашан оның отары болмаған. Сол үшін бұл да қате. Енді мына сұраққа өздеріңіз жауап беріңіздер. Қазір осы туралы талқыладық. Келесі сұрақ. Картада А әрпімен берілген табиғат зонасы. А әрпімен. Мына жерде бізде Евразия материгі берілген. Әртүрлі түспен әртүрлі табиғат зоналары боялып тұр. А әрпімен берілген бұл бізде саванна мен сирек ормандар. Евразия материгінің субэкваторлық белдеуінде орналасқан. Енді басқа зоналарға да тоқталып кетейік. Мысалға, бірінші қатты жапырақты ормандар деген қай жерде? Бұл субтропиктік белдеуде қалыптасатын ерекше ормандардың түрі. Бұл тек қана Европаның оңтүстігінде жерорта теңізінің жағалауын ғана қамтиды. Қою қоңыр түспен боялған жерлер. Пиреней, Апенин, Балқан түбегінің жағалауларында ғана таралған орманның түрі. Екінші, экваторлық мәңгі жасыл ормандар, атының өзі айтып тұр қай жақта екені. Бұл бізде экваторлық белдеу, Индонезия аралдары осы жақтарды қамтиды. Қою көк түспен боялған. Және қылқан жапырақты ормандар, немесе оларды тайга деп атаймыз. Бұл қоңыржай белдеуде және субарктикалық белдеуде таралатын орманның түрі. Картада қою жасыл түспен боялған. Өте үлкен территорияны алып жатыр. Тайга зонасы, қылқан жапырақты ормандар. Міне осы зоналардың барлығын жатқа бөлулеріңіз қажет. Қайсысы қай жерлерді алып жатқан. Енді мына сұраққа өздеріңіз жауап беріп жеріңіздер. Келесі, Қазақстанның биіктік белдеулік аймақтарында орналасқан қорық. Жалпы Қазақстан аумағында 10 қорық бар. Олардың орналасқан табиғат зоналары өте маңызды, өте көп келеді. Қысқаша талқылап кетейік. Бірінші, Наурызым қорығы. Бұл орманды дала зонасында орналасқан жалғыз қорық. Жаттап алыңыздар, орманды дала. Келесі, Қорғалжын. Бұл бізде дала зонасында орналасқан жалғыз қорық. 10 қорықтың ішінде. Біреуі орманды далада орналасқан, біреуі дала зонасында орналасқан, және екеуі шөл зонасында орналасқан. Оның біреуі үстірт, және біреуі барса келмес. Осы екеуі шөл зонасында орналасқан қорықтар. Міне төртеуін айттық, біреуі орманды далада, біреуі далада, екеуі шөл зонасында. 10 қорықтың төртеуі осы зоналарда орналасқан, қалған 6-ауы биіктік белдеулік аймақтарында орналасқан, яғни тауларда. Тянь-Шань, Алтай, Жетісу алатауы секілді тауларда. Солардың бірі Алакөл қорығы. Дұрыс жауабы В. Енді мына сұраққа өздеріңіз жауап беріп көріңіздер. Келесі сұрақ. Картада 4 санымен берілген облыста дамыған өндіріс орны. 4 санымен бізде Ақтөбе облысы берілген. Ақтөбе облысында бар кәсіпорын, бұл әрине ферроқорытпа зауыты. Енді ферроқорытпа деген не екенін түсіндіріп кетейін. Ферроқорытпа дегеніміз темірдің құрамына басқа да әртүрлі металдарды қосып, қоспа жасау, яғни темір қорытпалары. Феррум деген шыққан ғой. Мысалға, темірдің құрамына хром қосуға болады, немесе марганец қосуға болады, немесе никель қосуға болады. Неге басқа металдарды қосамыз? Оның кейбір қасиеттерін өзгерту үшін. Мысалға, Ақтөбедегі ферроқорытпа зауыты бұл феррохром жасаумен айналысады. Темірдің құрамына хром қосады. Өйткені Қазақстан аумағында хромның барлығы Ақтөбе облысының аумағында шоғырланған. Сонымен қатар ферроқорытпа зауыты тек қана Ақтөбеде емес, сонымен қатар Ақсу және
Тараз қалаларында да орналасқан. Олар да УБД-да келеді. Енді мына сұраққа жауап беріңіздер осы ақпаратқа сүйеніп. Келесі ең көне әлемдік дін. Жалпы дүние жүзіндегі діндер үш топқа бөлінеді: әлемдік, ұлттық және рутайпалық. Әлемдік діндердің жалпы саны үшеу. Ол бізде ислам, христиан, буддизм. Ішіндегі ең көнесі, ежелгісі ол бізде буддизм. Ең бірінші пайда болғаны біздің заманымыздан бұрын 6 ғасырда пайда болған дін, әлемдік дін. Одан кейін екінші пайда болған бізде христиан діні, ал ең жасы ол бізде ислам діні. Осы үшеуі бізде әлемдік діндер. Ал ұлттық діндерге белгілі бір мемлекет аумағында, белгілі бір ұлт өкілдерінің арасында ғана таралатын діндер жатады. Мысалға, Үндістанда үнді халықтарының арасында индуизм, Жапониядағы синтоизм, Израильдегі юдаизм деген секілді діндер ұлттық діндер. Ал рутайпалық діндер дегеніміз ол әртүрлі сенімдер, анимизм, тотемизм деген секілді. Олар қазіргі заманда онша қатты актуалды емес, бұрынғы кезеңдерде актуалды болған. Қазір көп халық оны ұстанбайды. Жай ғана ондай бар екенін білсеңіздер болды. Енді мына сұраққа өздеріңіз жауап беріп жеріңіздер. Келесі, кәсіпорын қызметінің нәтижелі болуын арттыруға негіздейтін жаңалық. Бізде 4 түрлі процесс берілген экономикалық географиядағы. Әр қайсының нені білдіретінмен танысып шығайық. Бізде инновация дегеніміз, бұл инновация сөзінің жалпы мағынасы бұл жаңашылдық, жаңалық, дұрыс жауабын бірден тауып қойдық. Мысалға, кәсіпорындағы белгілі бір процестерді атқарып бере алатын бір роботтың түрін ойлап табу, немесе бір жаңа бір әдіс қолдану, сондай ерекшеліктердің барлығы, жаңалықтардың барлығы инновациялық технологиялар деп аталады. Екінші, мамандандыру дегеніміз не? Мамандандыру дегеніміз белгілі бір облыстың немесе белгілі бір компанияның шаруашылықтың бір саласына ғана мамандануы. Мысалға, Германия, Жапония деген секілді мемлекеттер олар автокөлік шығаруға маманданған. Немесе Қазақстан мысалға негізгі маманданған салаларының бірі бұл ауыл шаруашылығы деген секілді. Үшінші, интеграция дегеніміз не? Интеграция сөзінің тікелей мағынасы бұл бірігу. Мысалға, Қазақстанның мұнай өнеркәсібінде Батыс Қазақстандағы кейбір мұнай кен орындарын, газ кен орындарын игеру үшін бірнеше компаниялар бірігіп жұмыс жасайды. Экономиканың бір саласында бірнеше компанияның, бірнеше мемлекеттердің бірігуі. Осыны интеграция деп атайды. Ал ең соңғысы кооперация дегеніміз бұл бір дайын өнімді жасап шығару үшін бірнеше кәсіпорынның бірігіп жұмыс жасауы. Мысалға, қарапайым түрде барлықтарыңызға таныс автокөлік. Бір дайын автокөлік жасап бітіру үшін автокөліктің әртүрлі бөлшегін әртүрлі кәсіпорын жасайды. Оның дөңгелектерін басқа завод жасайды, оның моторын, двигателін басқа заводтар жасайды, аккумуляторын басқа жерде жасалады деген секілді. Сөйтіп, көптеген кәсіпорын әртүрлі оның бөлшектерін жасап, соның барлығы құрастырылады. Бір дайын өнім жасау үшін көптеген кәсіпорын бірігіп жұмыс жасауы. Осыны кооперация деп атайды. Енді мына сұраққа өздеріңіз жауап беріп жеріңіздер. Келесі сұрақ контекстік тапсырма 26-дан 30-ға дейін. Бізде мәтін берілген оңтүстік шығыс Азия туралы. Мәтіннің бәрін мен оқымай-ақ қойын, өздеріңіз оқып аласыздар. Және карта берілген. Азия мемлекеттерінің тарихи географиялық аумақтарға жіктелуі. Жалпы Азия мемлекеттері 5 топқа бөлінеді. Мына жерде картада беріліп тұр. Оңтүстік Азия, оңтүстік батыс, оңтүстік шығыс, орталық Азия және шығыс Азия. Қай топқа қай елдер жататыны әртүрлі түстермен боялған. Бүгінгі біздің контекстік тапсырма именно оңтүстік шығыс Азия елдері туралы. 5 сұраққа жауап беру керек, одан кейін дәл осыған ұқсас тағы да контекстік тапсырманы өздеріңізге берем. 5 сұрақты өздеріңіз белгілейсіздер. Бірінші сұрақ, оңтүстік шығыс Азиядағы портты қала мемлекет дейді. Мына жерде мынау қала мемлекет деген сөздің өзінен уже түсінікті. Ол бізде Сингапур, Малайзия, Таиланд ол бізде қала мемлекет емес. Ал Тайвань ол вообще оңтүстік шығыс Азияға жатпайды. Ол Қытайдың бір бөлігі ретінде қарастырылады әлі, толыққанды тәуелсіз емес. Және оңтүстік шығыс Азияға қатысы жоқ. Дұрыс жауап Д. Келесі, оңтүстік шығыс Азиядағы халқының тұрмыс деңгейі төмен ел. Ол бізде мына мәтіннің ішінде жазылған халқының тұрмыс жағдайы төмен мемлекет, ол бізде Мьянма. Ал Сингапур халқының тұрмыс жағдайы жоғары мемлекеті, оңтүстік шығыс Азияның. 28. Оңтүстік шығыс Азия жағалауын шайып жатқан мұхит бөліктері дейді.
Мына жерде бірнеше географиялық нысандар берілген. Теңіз, бұғаз, шығанақтар. Қайсысы именно оңтүстік шығыс Азия елдерінің жағалауын шайып жатыр? Әрқайсысын талқылап көрейік. Бірінші Филиппин теңізі және Бенгал шығанағы дейді. Филиппин теңізі мынау. Филиппиннің шығыс жағалауын шайып жатыр. Ал Бенгал шығанағы бұл Үндістан түбегі мен Үндіқытай түбегінің арасын шайып жатқан шығанақ. Бізде дұрыс жауап автоматты түрде бірден табылды. Бұл бізде А варианты. Дұрыс. Енді басқа варианттардағы объектілерді де талқылап кетейік. Қай жерде орналасқанын біліп жүріңіздер оларында. Сары теңіз бұл бізде Қытайдың шығыс бөлігінде. Қытайдың және Корея мемлекеттерінің жағалауларын шайып жатыр. Бұның қатысы жоқ оңтүстік шығыс Азияға. Екінші Малака бұғазы. Бұл мынау Малака түбегі мен Суматра аралын бөліп тұрған бұғаз. Мына жерде міне. Бұл шайып жатыр, бірақ Сары теңіздің қатысы жоқ вариантқа. Сол үшін ол қате. Жапон теңізі. Бұл Жапония мен Кореяның аралығында орналасқан теңіз. Шығыс Азия елдерінің жағалауын шайып жатыр. Ал Босфор бұғазы бұл Түркияның жағалауында Европа мен Азияны бөліп тұрған бұғаз. Оңтүстік шығыс Азияға мүлдем қатысы жоқ. Келесі Андаман теңізі. Бұл Үндіқытай түбегінің оңтүстік бөлігінде орналасқан теңіз. Ал Бискай шығанағы бұл Европада, Азияға мүлдем қатысы жоқ, Пиреней түбегінің солтүстігінде орналасқан шығанақ. Міне сол үшін В, С, Д варианттары дұрыс емес. Тек А вариантының объектілері ғана осы оңтүстік шығыс Азия елдерінің жағалауын шайып жатыр. Келесі оңтүстік шығыс Азиядағы түбекте орналасқан ел. Так, түбекте орналасқан ел бірінші Вьетнам. Уже бірден дұрыс жауап табылды. Өйткені Вьетнам мемлекеті мына Үндіқытай түбегінің ішінде орналасқан. Картада міне көрініп тұр. Ал Филиппин мемлекеті бұл бізде архипелагта орналасқан. Түбекке қатысы жоқ. Тайвань ол мүлдем оңтүстік шығыс Азияға жатпайды. Еще ол аралдық мемлекет. Және Индонезия бұл да архипелагта орналасқан мемлекет. Көптеген аралдардың тобында. Сонымен дұрыс жауап тек Вьетнам. Егер Вьетнам болмаса, сол Вьетнам жанындағы Таиланд, Лаос, Камбоджа секілді мемлекеттерді белгілеуге болады, өйткені олар да Үндіқытай түбегінде орналасқан. Келесі сұрақ оңтүстік шығыс Азия кіретін Коэннің геосаяси ауданы. Жалпы Коэннің жіктеген геосаяси аудандары бойынша бүкіл әлем үш үлкен аймаққа бөлінеді. Ол бізде Европалық құрлық әлемі, теңіз маңындағы сауда әлемі және шеткі геосаяси аймақ. Оның картасы міне беріліп тұр. Осы картаға қарасақ, оңтүстік шығыс Азия елдерінің теңіз маңындағы сауда әлеміне жататынын көруге болады. Мына боялған түстеріне қарап. Сонымен бізде дұрыс жауап С болады. Теңіз маңы сауда әлемі. Қалған мемлекеттердің қай аймаққа жататынын мына картадан қарап аласыздар. Бұл геосаясат тарауында бұл туралы толық өтілген. Толығырақ білгілеріңіз келсе, сол тараудың сабақтарын қарап шықсаңыздар болады. Так, контекстік тапсырма бітті. Енді сіздердің өздеріңізге тағы да бір контекстік тапсырма берейін. 26-дан 30-ға дейін 5 сұрақ. Сұрақтарды ауыстырып шығам, паузаға қойып белгілеп алыңыздар. 27, 28, 29, 30. Кеттік енді. 31-ші сұрақ. Енді бізде көп жауапты сұрақтар басталады. Эстуарий түзіп құятын өзен, немесе өзендер. Бірінші эстуарий деген не екенін түсініп алайық. Жалпы өзеннің құятын жерін өзен сағасы деп атаймыз. Сол өзен сағасының екі түрі болады. Эстуарий және атырау. Егер өзен құятын жеріне келген кезде, былай өзен келе жатып, құятын жері мына көл болса егер, сол көлге жақындаған кезде өзеннің арнасы былай жайылатын болса, кеңейіп, қатты жайылып барып құятын болса, осылай құятын өзен сағасын эстуарий деп атайды. Эстуарий түзіп құятын өзен. Ал егер өзен өзінің құятын жеріне жақындаған кезде былай, өте көптеген бірнеше тармақтарға бөлініп кетсе, былай тармақталып кетсе, онда оны атырау түзіп құятын өзен деп атайды. Мына картада екеуіне бір мысал көрсетілген. Сол жақтағы картаға қарасаңыздар, Парана өзенінің құятын жеріне қараңыздар. Қоршап қойдым. Құятын жеріне келген кезде өзеннің арнасы қатты кеңейген. Яғни Парана өзені бұл эстуарий түзіп құятын өзен. Ал оң жақтағы картаға қарасаңыздар, мына Нигер өзенінің құятын жеріне қарасаңыздар,
құятын жеріне келген кезде өте көптеген тармақтарға бөлініп кеткен, майдаланып. Бұл бізде Атырау түзіп құятын өзен деп аталады. Мына жерде обутара көп келетін ең негізгі эстуарий және Атырау түзіп құятын өзендердің тізімі берілген. Осы ақпараттарға сүйеніп белгілеп жіберейік. Эстуарий түзіп құятын өзендерге Парана жатады екен, Конго жатады екен, және Енисей жатады екен. Енді мына сұрақтарға өздеріңіз жауап беріңіздер. Атырау түзіп құятын өзендерге қайсылар жатады? Ары қарай кеттік. 32-ші сұрақ. Ұдайы өсудің дәстүрлі типі тән елдер. Ұдайы өсу дегеніміз не? Бұл дегеніміз мемлекеттегі халықтың жалпы туу мен өлімнің әсерінен үнемі ұрпақтардың ауысып отыру процесі. Осыны ұдайы өсу деп атаймыз. Ұдайы өсудің 3 негізгі типі бар. Бұл бізде дәстүрлі, өтпелі және қазіргі заманғы. Олардың әрқайсының ерекшеліктері қандай? Бірінші, дәстүрлі ұдайы өсу дегеніміз, ол мемлекетте туу көрсеткіші де өте жоғары болады, және өлім көрсеткіші де өте жоғары. Яғни туу да көп, өлім де көп. Соның әсерінен ұрпақ тез ауысады. Бұндай ұдайы өсудің типі әлемнің артта қалған нашар дамыған мемлекеттеріне тиесілі. Көбінесе Африка елдері, Сахарадан оңтүстікке қарай орналасқан. Мына жерде ең негізгілері берілген тізімі. Бұл бірінші ұдайы өсудің типі. Екінші типі ұдайы өсудің өтпелі типі дегеніміз. Бұл жерде туу жоғары қалпында сақталады, бірақ өлім төмен деңгейге түседі. Соның әсерінен өтпелі ұдайы өсу типі тән мемлекеттерде халық саны қатты көбейіп келеді. Бұл әлемнің дамушы елдеріне тиесілі. Қытай, Үндістан, Бангладеш, біздің Қазақстан да осыған жатады. Мына жерде тағы да басқа мемлекеттердің тізімі берілген. Және ең соңғы үшінші типі, ұдайы өсудің қазіргі заманғы типі дегеніміз, бұл әлемнің жоғары дамыған елдеріне тән. Ол мемлекеттерде туу көрсеткіші де өте төмен болады. Сонымен қатар өлім көрсеткіші де өте төмен болады. Яғни екеуі де аз. Әлемнің қатты жоғары дамыған елдеріне тиесілі. Европа елдері, Солтүстік Америка елдері, Жапония, Азиядағы. Міне осындай ұдайы өсудің 3 типі бар. Әрқайсына қай елдер жатады, ерекшеліктері қандай, осыған қарап ажыратасыздар. Так, енді дәстүрлі типін бізден сұрап тұр екен. Мына берілген варианттардың ішінде бұл Ангола мен Чад екеуі, С және Д варианттары. Дұрыс. Енді өздеріңіз мына сұраққа жауап беріп көріңіздер. Өтпелі типі қай елдерге тән? Соны белгілеп қойыңыздар. Келесі, компанияның логотипіндегі 3 бұрыш форманың беретін мағынасы, немесе мағыналары. Бұл бізде 11-ші сыныптың геоэкономика бөлімі. Компанияның логотипіндегі әртүрлі геометриялық пішін, оның беретін мағынасы бар. Ол туралы мынандай бір ақпарат берілген, бұны жаттауларыңыз қажет. Дөңгелек, квадрат, 3 бұрыш, доға, әрқайсының беретін мағынасы жазылып тұр міне. Бізден сұрап тұр 3 бұрыш форманың беретін мағынасы дейді. 3 бұрыш бұл күш, білім деген мағынаны береді екен. Дұрыс жауаптар мына күш және білім, В, Е. Енді мынаны жаттап, сосын мына сұраққа өздеріңіз жауап беріп көріңіздер. Шеңбер форманың беретін мағыналары. Бұл да отыра көп кіретін сұрақтардың бірі. Келесі, солтүстік Тянь-Шань құрамына кіретін тау жотасы, немесе тау жоталары. Жалпы Тянь-Шань тауларының Қазақстанға 2 бөлігі кіреді, ол солтүстік Тянь-Шань және батыс Тянь-Шань. Солтүстік Тянь-Шаньға кіретін тау жоталарына Шу-Іле таулары және Іле-Алатау жатады. Мына жерде варианттардан тек екеуі ғана жатады, В және Д. Қалғандарына тоқталып кетейік. Талас-Алатауы бұл бізде батыс Тянь-Шань. Қаратау бұл да бізде батыс Тянь-Шаньға жатады. Қалба жотасы бұл Тянь-Шаньға қатысы жоқ, бұл Алтайдың бөлігі. Сауыр Тарбағатай бұл өз алдына бөлек тау. Тянь-Шаньға да қатысы жоқ, Алтайға да ештеңе қатысы жоқ. Қазақстанның биік тауларының бірі. Так, енді мына сұраққа өздеріңіз жауап беріп жіберіңіздер. Келесі, берілген шартты белгімен бейнеленетін пайдалы қазбаның кен орны, немесе кен орындары. Пайдалы қазбалардың шартты белгілерін жатқа білуіміз қажет. Мына жерде ең негізгілерін, танымалдарын көрсетіп қойдым. Бізден сұрап тұрғаны мынау, бұл бізде мыстың шартты белгісі. Жаттап алыңыздар. Мыс пайдалы қазбалар картасында осылай бейнеленеді. Енді мына жерде 6 пайдалы қазбалардың кен орындарының аты берілген. Осылардың әрқайсысын талдайық. Мыстың кен орындарына бізде Саяқ,
Қоңырат және Бозшакөл үшеуі жатады. Дұрыс жауап бұл жерде үшеу. А, Д, Ф. Қашар бұл бізде темірдің ірі кен орны. Лисаков бұл да темірдің ірі кен орны. Ал Бестөбе ол алтынның ірі кен орны. Олар да отыра келеді, жаттап алыңыздар. Енді мына сұраққа өздеріңіз жауап беріп көріңіздер, осы мәліметтерге сүйеніп. Келесі сұрақ, сәйкестендіру тапсырмалары, климаттық белдеулер мен ондағы табиғат зоналарын сәйкестендіріңіз. Экваторлық белдеу және қоңыржай белдеу берілген, әр белдеуде қандай зона түзіледі? Экваторлық белдеуде бұл жерде әрине мәңгі жасыл экваторлық ормандар түзіледі. Бір бізде Аға сәйкес келеді, ал қоңыржай белдеуде бізде мына берілген зоналардың ішінде орманды дала зонасы түзіледі. Екі бізде С. Енді бұған байланысты бізде мынандай бір кесте бар. Дүние жүзінде көбінесе қандай зоналар қай климаттық белдеудің аумағында түзілетінінің осындай кестесі бар. Осыны сіздер жатқа білулеріңіз қажет. Осыны жаттап болғаннан кейін мына сұраққа енді өздеріңіз жауап беріңіздер. Тропиктік белдеу мен субэкваторлық белдеудің зоналарымен сәйкестендіріп шығыңыздар. Келесі 37-ші сұрақ. Мемлекеттер мен олардың басқару формасын сәйкестендіріңіз дейді. Басқару формасының жалпы екі түрі бар: монархиялық және республикалық. Олар өз ішінде тағы да бөлінеді. Монархиялық басқару формасы екіге бөлінеді: абсолюттік, конституциялық. Республиканың өзі тағы да екіге бөлінеді: президенттік, парламенттік деген секілді. Жалпы дүние жүзінде қазіргі кезде 29 монархиялық мемлекет бар. Олардың тізімі мына кестеде берілген. Жалпы 29 монархиялық мемлекет, оның қайсысы конституциялық монархия, қайсысы абсолюттік монархия, барлығы мына жерде жазылып тұр. Егер мемлекет мына тізімнің ішінде болмаса, демек ол автоматты түрде уже республикалық басқару формасындағы мемлекет деген сөз. Мына 29-ның ішінде болмаса. Енді мына мемлекеттерді сәйкестендірейік. Бельгия дейді бірінші. Бұл бізде конституциялық монархияға жатады. 1 В. Ал Сауд Арабиясы абсолюттік монархияға жатады. 2 А. Енді мына кестеге қарап, келесі сұраққа өздеріңіз жауап беріңіздер. Таиланд пен Ресейдің басқару формаларын анықтау керек. Ары қарай кеттік. Мемлекеттерді олардың даму деңгейі бойынша топтарымен сәйкестендіріңіз. Екі мемлекет берілген: Жапония және Малайзия. Және астында дамыған мемлекеттердің 4 тобы жазылған. Жаңа индустриялық елдер, жоғары дамыған елдер, Батыс Еуропаның шағын капиталистік елдері және қоныс аударушы капитализм елдері. Бірінші, Жапония бұл бізде жоғары дамыған елге жатады. Үлкен жетілік деп аталады, немесе ол 1 В. Ал Малайзия бұл жаңа индустриялық елдерге жатады. 2 А. Жаңа индустриялық елдер дегеніміз осы Азиядағы Малайзия, Сингапур, Оңтүстік Корея секілді экономиканы дамытудың ерекше жолын таңдаған мемлекеттер. Батыс Еуропаның шағын капиталистік елдері атынан түсінікті қай елдер жататыны, Батыс Еуропадағы мемлекеттер. Және соңғы төртінші, қоныс аударушы капитализм бұл Ұлыбританияның бұрынғы отарлары. Австралия, Жаңа Зеландия деген секілді, Израиль, Үндістан. Кейбір нелерде, ақпараттарда Үндістанды жатқызады, кейбір ақпараттарда жатқызбайды. Бірақ жалпы ол да Ұлыбританияның бұрынғы отары. Енді мына мемлекеттерді өздеріңіз сәйкестендіріңіздер, қайсысы қай топқа жататынын. Келесі. Қазақстанның өзендерін алаптарымен сәйкестендіріңіз дейді. Екі өзен берілген, әрқайсысы қай алапқа жататын өзен екенін білуіміз керек. Қазақстанның жалпы өзендері 5 алапқа бөлінеді. Солтүстік мұзды мұхит алабы, Каспий көлі алабы, Арал көлі алабы, Балқаш көл және Теңіз көлі алабы. Әрқайсысына қысқаша қандай өзендер жататынын айтып шығайық. Солтүстік мұзды мұхит алабына ең ірі Ертіс өзені және сол Ертіс өзенінің салалары Есіл мен Тобыл жатады. Демек, Есіл ол бізде Аға сәйкес келеді екен. Солтүстік мұзды мұхит алабының өзені. Екінші, Каспий көлі алабына бұл бізде Жайық, Жем, Сағыз секілді Қазақстанның батыс бөлігіндегі өзендер жатады. Жайық ол В-ға сәйкес келеді екен. Үшінші, Арал көлі алабы десе, оған жататындар бізде Сырдария, Шу, сол Сырдарияның салалары, Арыс деген секілді. Және Балқаш көл алабына Іле өзені, Аягөз, Лепсі деген секілді, Қаратал секілді өзендер жатады. Әрқайсысы отыра бізде келеді, жатқа білулеріңіз қажет. Енді осы ақпараттарға сүйеніп,
мына өзендерді сәйкестендіріңіз алаптары бойынша. Және соңғы сұрақ, 40-ші сұрақ, тарихи географиялық аймақтарды ол жақтағы басым дін тармағымен сәйкестендіріңіз. Екі тарихи географиялық аймақ берілген және астында дін тармақтары берілген. Бұларды сәйкестендіру үшін мына картаға бір мән беру керексіздер. Бұл картада дүние жүзіндегі діндердің таралу аймақтарының картасы берілген. Осыған қарап мыналарды тауып керек. Солтүстік Африкада әрине ислам діні негізгі дін. Алжир, Ливия секілді мемлекеттерде, Марокко секілді. Бір бізде В-ға сәйкес келеді. Екінші, Батыс Еуропа елдерінде әрине католиктік тармақ үстемдік етеді, христиан дінінің католиктік тармағы. Енді мына картаға қарап, соңғы сұраққа өздеріңіз жауап беріп жіберіңіздер. Латын Америкасы және оңтүстік батыс Азия елдерінің сол аймақтағы таралған негізгі діндерімен сәйкестендіреміз. Осымен бізде бүгінгі алғашқы бірінші нұсқамыз аяқталды. Енді қазір белгілеген жауаптарыңызды қараңыздар. Мен мына жерде дұрыс жауаптарын көрсетем 40 сұрақтың. Қазір енді видеоны паузаға қойып, өздеріңіздің белгілеген жауаптарыңызды мынамен сәйкестендіріп тексеріп шығыңыздар. Сөйтіп, қанша балл жинағандарыңызды видеоның астына комментке жазып қалдырыңыздар. Егер осы тест нұсқасының PDF версиясын файл талқыларыңыз келсе, мына жерде көрсетілген және видеоның астында описанияға да қойып қоям. Telegram каналдың ссылкасын, сол каналға кіріп, осы видео сабақтың жалпы нұсқа талдаудың файлын және одан да бөлек көптеген пайдалы материалдарды сол каналдан алып отыра аласыздар. Осымен тест талдау сабағымыз аяқталды. Егер сабағымыз ұнаса, география таңдайтын барлық достарыңызға жіберіңіздер. Лайк басып, коммент жазып барынша қолдап қойыңыздар. Неғұрлым сондай белсенділік танытқан сайын келесі сабақтар да тезірек шығатын болады. Барлықтарыңызға көп рахмет, сәттілік. Келесі сабақта кездескенше.